Абай Құнанбайұлы 1845 жылы туған, 1904 жылы көз жұмған. Ұлы ақын, композитор, философ. Азан шақырып қойған есімі Ибрахим. Әжесі Зере еркелетіп Абай атап кеткен. Араб, парсы және орыс тілдерін білген. 13 жасында ел басқару жұмысына араласып, 20 жасында болыс болып сайланған. 1885 жылы Шар өзенінің бойындағы Қарамолла деген жерде Абай бастамасымен Семей қазақтары үшін қылмыстық істерге қарсы заң ережесі атты барлығы 93 баптан тұратын ереже жазылды. Абай Құнанбаев алғашқы махаббаты Тоғжан болды. 15 жасында Дилдамен отау құрды. 16 жасында әке болды. 36 жасында немере сүйді. 3 әйелінен барлығы 7 ұл, 3 қыз сүйген. Абай өзінің алғашқы өлеңін 10 жасында жазған. Өлеңдерінің біразын Көкбайдың атынан жариялады. Алғашқы өлеңдері жинағы 1909 жылы жарық көрді. 45 қара сөзден құралған қара сөздері бірнешеуі алғаш рет 1918 жылы Семейде шыққан Абай журналында жарияланып, 20-ға жуық ән шығарған. Абай небары 59 жас ғұмыр кешті. Шыңғыстауға жақын Жидебайдың маңындағы өз қыстығына таяу тұсқа жерленген. Бүгін Абайдың жылдың 4 мезгіліне арналған өлеңдерінен үзінді оқимын. Бірінші өлеңі Жаздыгүн шілде болғанда, көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шоқырап жатқан жылқының шалғыннан шоны қылтылдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып аңқылдап, арасында құлынтай айнала шауып бұлтылдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үйтігер бұрала басып былқылдап. Келесі өлеңі күз. Сұр бұлт, түсі суық, қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Келесі өлеңі қыс. Ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр, мылқау, танымас тірі жанды. Үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аязбен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киіп оқшырайтып, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ сарқ етіп долданғанда, алты қанат ақ орда үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып, үсік шалды. Келесі өлеңі жазғы тұры. Жазғы тұры қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанадай елжірер күннің көзі. Түйе боздап, қой қоздап, қорада шу. Құстар мен көбелекте сайда туду, гүлмен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып бұраңдап ағады су. Міне осындай тамаша өлеңдері.
халық ұлағаты деген атпен ұрпақтар сабақтастығы аясында өтіп жатыр. Сонымен осы шараға сіздерді қош келдіңіз. Жылда қатысамыз. Абайдың 180 жылы тойлап отқанда біз әжелер шаңырақ. Сіз қандай керемет? Абайдың керемет әндері. Өкпе ауруына шалдығады, сөйтіп қатты ауырады. Өзіңіз білесіз, Семей менен Петербургтың арасы қандай алыс, ол кезде машина, самолет жоқ. Оларда жаңа шана атпенен жүретұғын болған. Осы шана атпенен бірнеше апталап жүріп жолға жететін болған. Сонда қыз кезінде әсіресе кімнің Абдрахманның қатты ауырып жатқан кезін естіген кезде Абай жете алмағанда ол сол баласына арнап ән жазады. Мен сәлем жазамын деген әні Абайдың Абдрахманға арнаған. Мен сәлем жазамын қарағым қалқама, қайғыдан жасыдым барушы айқама. Күн сайын көкемім келер деп хабарым, қайғырмай етейін болмаса амалым. Күн сайын жазамын келер деп хабарым, қайғырмай етейін болмаса амалым. Бұл күндердің хатын іздеп жүрді. Не деген Шаймерден Қосшығұл қазақтар орысқа қарсы тұрыңдар деп жазған. Сосын Семейден келіп тінту жасаған. Мағаштың үйінде, Мағауияның үйінде бір тінту жасаған. Абай оған жауап бермеген сол. Мынау Абай атамыз 1903 жылы, 1904 жылы дүниеден озады. Мынау Еркежандікі Тасболат еді. Мында Мағауия отыр, ол кішкене науқас болды, өзіңіз білесің. 14 майда, ол мамырда 1904 жылы қайтыс болады. Мағауия. Сонсын мында Камалия, оның Абакир отыр. Абакир сіздерде. Камалия апамыз, ол керемет келін болған. Абай атамызға кешкейде сол үйге ол сәлем береді. Абай айтты, ой қарағым, Камаш сәлем бербей қой, жүрегіңді шеш, сен мен қызымсың деп. Сонсын Камалия айтады, мен еркін жүріп сол үйде. Ол өте көп естелік қалдырды Камалия. Абайдың мінез машақтарын көп адамдар қалдырды бізге. Камалия оған мысалы шапан да тигіз, қандай киім Абай атамыз, қандай шай ішті, бәрін бізге жазып берген. Камаш әкеміз ол Абайдың 100 жылдығына қатысты. Үлкен кісі ол болған. Сізде қатыстыңыз? Әрине 100 жылдықтарына қатысты. Не айтамын мен? Әрине, Абайды айтқанда, әрине Мұхтар Әуезов, ол екі бір Абай өлет патшасы, Мұхтар Әуезов екі пайғамбар прозашы жазады башында. Әрине, мында это роман, ол роман, әрине көркемдік. Ол өмірмен кішкене қайшы керек. Мысалы, Құнанбайды қандай көрсетті? Сіздер айттыңыз, ол Құнанбай керемет, ол аға сұлтан болған, діншіл болған, керемет кісі.
ол өз қаражатынан Қырқалыда мешіт салады. 73 жасқа барып, Кабаға барып, Меккеге, Мединаға барып, тағзым етеді. Сонда кітапханаға көп рахмет, сізге көп рахмет, осындай кездесу ұйымдастыруыңызға, осы Абай атамыздың мерекесі күн қарсаңында 181 жыл өтеді. Соның қарсаңында біз челлендж өткіздік. Көбі енді біздің ардагерлер барлығы қатысты, барлығы отырған біздің кеңестің мүшелері, Сарыарқа ауданының кеңесінің мүшелері, біздің әріптестеріміз бәрі. Сондықтан көп рахмет осы әріптестерімізге, әжелер шаңыраққа көп рахмет, барлық іс-шараларға олар қатысады.